Қойдың емдік қасиетін білесіз бе? Қойдың қарны, өкпесі, құйрығы, терісі, соның барлығы адам денсаулығына орасан зор екен. Бүгінгі видеода осы жайында болмақ. Видеоны әлеуметтік желілерде бөліссеңіз риза боламыз. Ертеректе дәрі тапшы болса, қазір удай қымбат, химиялық құрамы да сенуге болмайды. Осындай сәтте халық медицинасында баяғы заманнан келе жатқан қазақи емнің түрі кәдімгі қойдың емдік қасиеттері жайында білгенде артық болмас. Теріге түсіру. Қой терісімен жел, құз, құян ауруына шалдыққандарды емдеген. Ол үшін семіз қойды бітеу сояды да, оған ерменді бүрімен қоса қайнатып суын терінің ішіне құяды. Науқас адамды шешіндіріп 2-3 сағаттай сол теріге орап қояды. Бұл әдіс теріге түсіру деп аталады. Теріге түскен адам жылы оранып жатып 2-3 күндей сорпа ішіп күтінуі керек. Қой құйрығы. Жөтелді басып қақырықты түсіреді. Тұмаудан кейінгі созылмалы жөтелге құйрық майды ыстық сүтке ерітіп ішеді. Суық тиген баланы да құйрық маймен сыласа жазылып кетеді. Қойдың жүні буын, тізе сырқырағанда қолданады. Жаңа сойылған қойдың қарнын жүнімен қоса алып, оны ыдыстағы ыстық суға салады. Содан кейін қарынның үстіңгі жағын тіліп, науқастың 2 аяғын жүнге батырып, жылылап орайды. Ыдыстағы су салқындай бастаса үстіне ыстық су құю керек. Булаудан шыққаннан кейін жылы киінген дұрыс. Қойдың өкпесі. Жөтелді тоқтатып, несеп жолдарының жұмысын реттейді, ісікті қайтарады. Егер жас қойдың өкпесін тілгілеп сірке суы қосылған суға қайнатып, күнде 2-3 тілімнен жесе қақырықты түсіріп, өкпе демікпесін басады. Қойдың тоқ ішегін сәбидің көк бауыры ауырғанда шажырқай майын сыдырмай дөңгеленген күйінде кіндіктің үстіне қойып, сыртынан орап қояды. Егер ішектің жылуы бәсеңдесе, торсыққа жылы су құйып, ішектің үстіне қояды. Бұл емді бала терілгенше бірнеше рет қайталайды. Қойдың қарны, асқазан, ішек жолдарының дертіне, әйелдер ауруына құянға қолданады. Науқас адамның 2 аяғын көсілтіп, ыңғайлап отырғызады да, жаңа сойылған семіз қойдың қарнын жылы күйінде оның құрсағына қойып, сыртынан орап тастайды. Біраздан соң науқас ағыл-тегіл терлейді. Тері қалмас үшін 2-3 сағаттан соң киімін ауыстыру қажет. Бұдан кейін де бірнеше күн сорпа ішіп күтінген жөн. Қой өті. Шаштың арасына ұсақ бөртпе түскенде қолданады. Шашты тақырлап алып тастап, басты сабындап жуғаннан кейін бөртпенің бетін су қосылған өтпен сүртсе, бөртпе тез жазылады. Қойдың жілік майы. Туберкулезбен ауырған әлсіз адамдар, жиі ауыратын жас балалар жесе, мұнда бір дауа. Жаңа сойылған қой еті. Жұқалап тіліп, жығылғанда пайда болған ісікке тағып тастаса, ісік тез қайтады, әрі жара іріндемейді. Шиқанға сыздауыққа танса, жара аузы ашылады. Қойдың етін күйдіріп, күлін сірке суына езіп, жылан шаян шаққан жерге танса, уытты қайтарады, сыздап ауырғанын басады. Еті сылынып алынған қойдың сүйегін шауып, ұзақ уақыт қайнатып, сорпасын мөшел балаға үнемі ішкізсе, нәресте тез оңалады. Бұл ем сынықтың тез бітуіне де көмектеседі. Құрметті достар, видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің оп-оңай болмаш әрекетіңіз бізді жаңа әрі пайдалы видео шығаруға шабыттандырады. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетіңіз. Аман, сау болыңыздар.